Ғаламтор бетін жайлап елді шулатқан өнер қырандары тарады деген сыбыстың ақиқатын білу үшін арнамызға қонаққа аталмыш топты шақырған болатынбыз. Тоқырау болған жоқ ешқандай. Ешкім тараған жоқ, ешкім кеткен жоқ. Өнер қырандары баяғы қалпында. Ертең не ол тағы да әңгіме болып жүрмесін деймін ғой, неге састап тауылға мынау Меліс қайда, Дана қайда, Мадияр қайда деп. Айтпасаңыз да түсінікті, олар көлікке сыймай қалды. Сонымен жолы болғыш серілер көп сөйлемей мұндай қауесет қайдан пайда болғанын талқылайық. Ғаламторда тарады деп өзімізді көрдік негізі. Ораза айында отказ бердік, мысалға тойларға отказ бердік, бір ұсыныстарға отказ бердік. Мәселенің ақ қарасы енді анықталғандай. Қасиетті айда сауап жинауға асық болып той домалақтардан бас тартқан жігіттердің бұл қылықтары ел құптарлықта екен. Әйткенмен де көпшілік мұны тоқырауға баласа керекті. Десе де демалыстан кейін олар сахнаға жаңа әзілмен оралмақшы. Рухани байлық жинауға ниеттенген топ мүшелерінің қалтары соңғы айда біраз жұқарған секілді. Келесі сұрақ. Жәке асықпаған арбамен қоян алады. Сұрақтары өз легімен қарша борайтындығы сөзсіз. Сол себептен сабыр етіңіз. Келесі сауал алғашқы сауалдың жалғасы болмақ. Гонорар мәселесі қазір қалай шешілуде? Ол бізге емес, сіздерді тойлардың төрінен көргісі келетін біздің телекөрермендерімізді аса қызықтырады. Гонорар деген не ол? Той бизнестің қаспағын жеген өнер иелерінің бұл терминді білмеулері әсте мүмкін емес. Өнер саңлақтары кішкене бізге еркелеп, әзілдегісі келетін секілді. Десе де жауап берейік. Ақпағұлақ қайтсаң ағып кетеді, құймағылақ қайтсаң құйып алады. Мұқият жаттап алыңыздар. Гонорар бұл сіздердің тойдан табатын адал төлемақыларыңыз. Гонорар өскен жоқ. Гонорар біз түсіріп жатырық. Ата бізде той көп болады да түсірсе. Бәсе, әңгімеміз енді жарасқандай. Сұхбат әзіл тарландарының жеке өміріне ауысқан сәтте Сырымбет мырза қашып құтылмақшы болады. Бірақ бәрібір ол ойының іске аспасы анық. Сонымен құлағымыз сізде. Әзілдеп жатырмын. Мен құдай қаласа тойым. Қаншасы? 26. Сырымбет, өзгелерді қайдам. Ең бастысы біздің арнаны дүбірлі тойға шақыруды естен шығарып алмаңыз. Айтпақшы, хал жағдай сұрасып үлгермей серлер біздің тілшіні бейнебаян айналымы қанша тұрады деген сұрақтың астына алған болатын. Бұл қылығына қарап өнер қырандары әзілді қойып әнші атанбақшы ма деп шошынғанымыз да жасырын емес. Оны қазір сұраған адам жауап берсін, мен бұл кісіні танымаймын. Негізі жай сұрағам ғой, білгім келіп жүрген еді негізі. Мұндай сауалдар бекерден бекер сіздердің түн ұйқыларыңызды ұрламаса керек. Десе де қазір өкінішке орай тас лақтырса әншіге тиетін заман. Уайымға айналған сұрақтың астарында шындық жатып, байқаусызда сол тастар сіздерге оқтай атылып жүрмесін.